Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біз бүгін тағы бір қызықты ақпаратты ұсынатын боламыз. Құрт сарысуының қиқыметі. Құрт сарысуы сүт өңдеу арқылы сүзбе мен ірімшікті ажыратып алғаннан кейін қалатын қалдық өнім. Оның адам ағзасына пайдасы өте зор. Құрт сарысуын тек қана тағамдық мақсатта ғана емес, емдік мақсаттарда қолдануға болады. Сарысудың құрамы шамамен 93% судан тұрады. Қалған 6,3% организмге қажетті барлық заттар толығымен кездеседі. Сарысудың құрғақ заты негізінен сүт қантынан тұрады. Сүт қанты артық майдың жиналуына жол бермейді. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеуге қатысады. Сарысу белогы толыққанды белок. Алмастырмайтын амин қышқылдары үйлесімді түрде кездесетіндіктен биологиялық құндылығы өте жоғары болып саналады. Олар қан жасау үрдісіне және бауырдағы белок түзілісіне қатысады. Құрт сарысуы ішек түзілісін қалпына келтіріп, газ түзілуі және шіруді баяулатады. Сол себепті ол асқазан ішек жолдарының ауруларына таптырмайтын шипашақ. Оның үстіне сарысу суда еритін витаминдердің қайнар көзі. Сіздерге сарысуға байланысты төмендегідей пайдалы кеңестерді ұсынамыз. Бірінші, ауруға қарсылық қуатыңызды нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе құрт сарысуын ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол аздап іс жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндері қолданыңыз. Бұл сіздің иммундық жүйеңізді нығайтуға пайдалы. Екінші, теріңізді нәрлендіріп, балғындығын сақтап, ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырын араласқан сарысумен жуыңыз. Үшінші, шашыңызды мықты әрі жылтыр болу үшін құрт сарысумен жусаңыз болғаны. Төртінші, бетіңіздегі секпілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен құрт сарысуын араластырып жапсырма жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Бесінші, беттегі безеу мен бөртпеден құтылғыңыз келсе, сарысуды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырынына қосып пайдаланыңыз. Алтыншы, көңіл күйді көтергіңіз келсе, кешке бір шыны сарысу ішуді ұмытпаңыз. Себебі оның құрамында қуаныш гормоны серотонин бар. Енді сүт сарысуының артықшылықтары туралы сөз етеміз. Ең әуелі бауыр жұмысын реттейді және бүйрек қызметін жақсартады. Екіншіден, семіздіктің алдын алу және емдеу кезінде өте пайдалы. Ішектің жұмысын ынталандырып, артық майдың жиналуына кедергі жасайды. Сондықтан арықтату ролы бар. Үшінші, ағзадан артық сұйықтық уыттарды және қоқыстарды, яғни токсиндерді шығаруға көмегін тигізеді. Төртінші, қан айналыс жүйесін жақсартады әрі ревматизм ауруының алдын алады. Бесінші, теріні тазартады. Алтыншы, жүкті әйелдер үшін таптырмайтын аса пайдалы өнім. Жетінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Ақпарат пайдалы болған болса, басқалармен бөлісуді ұмытпағайсыз.